Амансыздар ма, құрметті көрермендер. Ордалаев каналы Ресей мен Украина соғысының бір жылдығына орай сұхбат жүргізбек. Бүгінгі біздің қонағымыз Украина тұратын азаматымыз, журналист Аида Қыдырбай. Аида, сұхбатқа қош келдіңіз. Қош көрдік, сәлеметсіз бе? Сіздің YouTube арнаңызға сұхбат екінші рет берейін деп жатырмын, иә. Көрермен Иә, тарапынан қызығушылық бар, Украинаға, жалпы қазақ тілді ақпаратқа. Сізге де мың алғыс. Уақыт табылып осындай бүгін әдемі сұхбат жасауға тырысайық. құрметті көрермендер, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Аида, мына бүгін 24 ақпан Ресей басқыншылығы мен Украинаға әскер кіргізілді, соғыс басталды. Енді бұл соғысқа міне бір жыл толып жатыр. Әу баста 3 күнде аламыз деген Ресей әскері Украинада бір жылдан бері қалайша жеңіске жете алмай жатыр? Мұның себебін сіз немен байланыстырасыз? Сұрағыңыз өте дұрыс қойылды. Бірінші сұрақ, шынымен де Киевті 3 күн емес 2 күнде аламыз деген Ресей әскері барлық әлемге осындай өте өздерінің екінші армиямыз, біз сондай мықты елміз деп дабыра қылып осыны жарнамалаған әскери жағынан да қуаттылығы, иә. Одан кейін осы тұсынан өте әлсіз екенін танытты, өйткені бұның бәрі бос сөз екенін біз байқадық. Әрине екі жақтың да шығыны, енді бұл соғыс болғаннан кейін, қарулы қақтығыс болғаннан кейін бейбіт тұрғындарда да әскер жағынан да шығынды қазір санап есептеп беру мүмкін емес. Өйткені қай тарап болмасын, қай тарап өзінің ресми ақпаратын берсе де, екі жақтың да шығыны өте үлкен. Енді бұл соғыс болғаннан кейін, алапат соғыс болғаннан кейін, әрине қиылған тағдырлар өте көп. Бірақ Ресей тарапы өзінің атын осындай әлемге айбарлы қылып көрсеткенімен шын мәнінде өте жемқор ел екенін танытты. Өйткені бұның барлығы мүмкін, иә. Оларда жаңағы өздерінің қолда бар ақпараты бойынша, олар шынымен де қағаз бойынша мықты ел шығар, бірақ осы соғыс Ресейдің арты тыр жалаңаш екенін көрсетті. Олардың бәрі тек дабыра қылып жасалған дүние. Шын мәніне келгенде, мысалы, біздің Украина жіберген ақпарат өзімде көрдім, иә. Буча қаласында, мысалы, орыс әскерлері кірген Буча, Гастомель қалаларынан кейін орыс қандай әскерін, қандай өзінің қару жарағын тастап кеткенін сіз өз көзіңізбен көрген болсаңыз, ол өте, мысалы, танкілер, 40 жылдықты, 70 жылғы танкілер, киімдерде сондай үй күйі жоқ, жаңағы біз әлемнің екінші әскеріміз деген атқа сай келмейтін, осындай алба жұлба болып келген, мысалы, Вагнерлер туралы көп айтады, иә. Вагнерлер деген кім? Ол бас кеспе бұзақылар, түрмеде отырған, адам өлтірген, өзінің жаңағы анасын өлтірген, осындай 5-10 жылға сотталған адамдар қазір Украинада соғысып жүр. Өйткені әскери жағы, орыстар қазір өзінің әскерлерімен ғана, иә, өйткені адам көп, етке жіберілген деп айтады, енді сондай адамдармен ғана алып жатыр. Бірақ өзінің жемқор ел болғаннан кейін, оның әскери саласы да өте жемқор екенін көрсетті. Қағаз бойынша мықты ел шығар, шын мәніне келгенде өзінен 10 есе кіші Украинадан. Бір жыл өтсе де, мысалы, бірде-бір Бахмутты алыңыз, иә. Бахмут деген Донецк өңіріндегі ауыл, соны да алмай отыр. Осыдан кейін енді кез келген өзінің ақпаратты қорыта алатын адам нәтиже шығару керек. Олар, орыстар, мысалы, қазір концерт беріп, біз жеңдік деп дабыра қылып жатқанмен, айдай әлемге анық болған бір ақпарат бар: ешқандай жеңіс жоқ, керісінше өзінің арты тыр жалаңаш, жемқор, былыққа әбден батқан ел екенін көрсетті. Жақсы. Тағы бір ақпарат, енді біз сонша мүшкіл хал болғанмен, бұл халықтың саны өте көп, иә, 140 миллион, олардың әскерлері де көп. Сондықтан енді соғыс әлі күнге дейін жүріп жатыр. Өйткені орыстардың әскери әлеуеті әлі де бар. Соны ескеруіміз керек. Иә,
біз бұған дейін сөйлескен кезде WhatsApp арқылы сіз Украина соғысының бір жылдығына байланысты деректі фильм дайындағаныңызды айттыңыз. Жалпы деректі фильмде не мәселеге мән бердіңіз, жалпы не туралы айтылады, жалпы айтып берсеңіз көрермендерге. Бұл алғашқы тәуелсіз жоба екенін еске салып атап өткім келеді. Өйткені мен бәрібір мемлекеттік арнаның атынан болғаннан кейін көптеген ақпараттар менің өз ішімде жаңағы мемлекеттік арнадан берілмейтін ақпараттар өте үлкен қор жиналды. Мысалы мен екі мемлекеттік арнаның осы елдегі тілшісі болғандықтан тек қана мысалы дерек көзіне сүйенген ақпараттарды берем. Бірақ осы сюжеттен, материалдан тыс қалып қойған мәліметтер өте көп. Мен енді Украинада 2013 жылдан бері екенін ескерсем, Майданнан бастап мен не көрдім, қандай түйіндеме жасадым, қандай дерек көздерін алдым, Януковичтан сұхбат алдым, ол қандай адам, Порошенкодан сұхбат алдым, Порошенко маған не деді, одан кейін Зеленскийдің халқы не дейді қазір, Зеленскийдің ата-анасы не дейді, осының бәрін жинақтап, 1 сағаттық жоба жасайын деп жоспарлаған, бірақ бәрін жинақтап келгенде өзімнің көрерменіне ең негізгі ақпараттарды ұсынуға тырыстым. Одан кейін атап өту керек, біз қазақ тілді журналистер өзіміздің соқпағымызды, өзіміздің саламызды дамытуымыз керек. Біз біреудің көшірмесін, Америка болсын, Ресей болсын, Европа емес, өзіміздің қазақ тілді тілшісінің өзінің салған көрген түйгенін өзінің көрерменіне, қазақ тілді көрерменіне дәріптеп айтып беретін материал жасағым келді. Ешкімге ұқсамайтын. Бұл жерде мен Украинадан 10 жыл бойы жинап, тірнектеп, осы бір материалға сыйғызуға тырыстым. Майдан деген не, Майдан неден басталды, Майданға шыққан халық не деді, соғысқа қалай келді Украина, соғыстан кейін қандай өзімнің қорытындымды жасадым. Қазір Украина халқы не дейді, рухты түсті ма, жігерлері жанды ма, осындай сұрақты өзіме қоямда, осы сұраққа жауап беруге тырысам. Сондықтан көрермендеріме санаулы сағаттардан кейін эфирге шығатын алғашқы тәуелсіз жобамды көруге шақырамын. Бұл мен үшін маңызды, пікірлеріңізді күтемін. Сондықтан осы сұрағыңызды қойғаныңыз үшін сізге де рахметімді білдіремін. Жақсы. Жаңа сөз арасында Януковичтан бастап Порошенко, Зеленскийден сұхбат алдым деп отырсыз ғой, айттыңыз. Жалпы біздің елде жалпы президенттен сұхбат алу бұл өте мүмкін емес, қиын жағдай. Мәселен, Назарбаевпен де, қазір Тоқаевпен де. Бұның себебі неде? Неге біз қарапайым журналистер президенттен сұхбат ала алмаймыз? Януковичтен сұхбат алу өте қиын болды. Мен ол кезде үкімет басшысы Серік Үмбетовпен арнайы ұшақпен ұшып келген кезде болған сұхбат. Қазір одан кейін Януковичтен сұхбат алу мүмкін болмады. Мен ойлаймын, демократиялық қоғамда президенттің құқығы халықпен бірдей болу керек. Яғни журналистер ақпарат алу кезеңде, енді мен ресми тіркелген журналистпін, сондықтан журналисттің президенттің ара қатынасы ондай алшақ болмау керек. Журналист, кез келген ресми тіркелген журналист сұрағы жіберіп, оңай алуға мүмкіндік жасалу керек. Мен ойлаймын, бұл нағыз демократиялық қоғамның көрінісі деп. Қазақстанда сұхбат алу өте қиын екенін білем. Сол үшін мүмкін елден кеткен шығармын. Өйткені бір сарынды президент тұрмақ министрден ақпарат алу ол кезде мен үшін өте қиын болатын. 7 жыл бұрын бір министрге сұрақ қойғаным үшін мен сол кездегі басшылықтан қатты сөгіс естігем. Сұрақ қарапайым: неге мысалы сіз көлігіңіз шетелдікі, неге Қазақстанның көлігін айданбасқа? Сұрақ мысалы осындай қарапайым, бірақ мен сол кездегі өзімнің басшылығымнан осы сұрағым үшін сөгіс алғаным есімде. Сондықтан да мен елде жүрген кезде осындай көңілім қалған. Біз бәрібір қорқақтап тұрамыз. Орыс журналистеріне қарағанда
қазақ журналистері ашық қоя алмайды. Қазір мүмкін қоғам өзгерген шығар, иә. Менің қатты ренжіткен сол кезде осындай мәселе болатын. Мысалы, ашық қоя алмайсың, кез келген бір министрге бару үшін мың сұрақ қойып, алдын ала жаңағы рұқсат алып, оның үйіне бармақ тұрмақ, кабинетіне бару өте қиын болатын. Коридорда күтіп тұрасың, одан кейін оның пресс-секретарына жүздеген хат жазасың, сол жағы қиын болатын. Ал Украинада сұрақ алу өте оңай және солай болу керек деп есептеймін. Ол үшін біз де, сіз де жаңағы батыл сұрақ қойып, өзіміздің сұрағымызға жауап алып үйрену үшін осындай қағандамдарға бару керек. Олардан қорқып тұратын дәстүрді қалыптастырмауымыз керек. Керісінше, жаңағы төртінші билікпіз ғой, дегенмен де сол статусты сақтап тұратындай біздің де қауқарымыз мықты болу керек деп есептеймін. Болмаса тікелей жауабын жазу керек. Осындай министр, мысалы, 95 күн болды, менің сұрағыма жауап берген жоқ. Сұрағым осындай еді. Жаңа Ерке Есмахан өзінен 20 жас кіші жігітке үйленді деген емес, немесе Мына Рахати деген әнді емес. Біз керісінше қандай министр, қандай көлікпен, қандай үй, иә, баласына тойды, Лондонда қандай ақшаға жасады, осындай сұрақтарды қою керек. Сонда олар да ашық, олар да кішкене бір табан қорқып тұру керек. Ал бізде журналистерді итеріп, кептеп, сондай үнемі сондай енді ренжітеді бізді, иә. Біздің қоғам солай, өкінішке орай. Мәжілістегі жиында прокуратураның осы мәжілістегі ресми өкілі кеттегенде итте кетеді деп, жалпы солай бізге қарым қатынас жасады. Сол кезде мен болдым. Жалпы Украинада осындай бір лауазымды тұлға журналистерге осылай кеттегенде итте кетеді деп тұрса, оның жағдайы қалай болады? Оның жағдайы қиын болады. Журналист ол кісінің артына шам алып түседі. Оның қай жерде үйі бар екенін білетін болады. Бірақ, мысалы, жаңағы өзі айғайлап сөйлейтін бас пропагандалық журналисті, мысалы, Ресейдегі Соловьев, иә, ол мысалы отырып алып, соғысқа барыңдар, өзінің бағдарламасын жүргізіп отырады. Бірақ оның Италияда, комада 4 үйі бар екені анықталды, иә, баласы Лондон мектебінде оқиды. Бұл ақпарат бәрібір халыққа ашылады. Украинада да солай. Егер де министр шенеулік неғұрлы ақпаратын, өзі жайлы ақпаратын жасырған болса, журналистер соғұрлым оған шүйлігеді. Соғұрлым оның ақшасы жемқор екені анықталады. Бізде, мысалы, еркін бағдарламалар, жаңағы репортаждар, бәрін анықтайтын осындай көптеген бағдарламаларды ашық жүргізуіміз керек деп есептеймін. Сонда қоғам да біліп отырады. Сонда қоғамда жаңағы сарбасылым емес, саясаткерлердің, біздің мемлекеттік биліктің қасында отырған адамдар жайлы көп біледі. Неге? Мысалы, бізді журналистикада да, иә, ол адамның жеке өмірі, оған араласпау керек деп де оқытқан ұстаздар болды. Мен бұған басында да қарсы болатын. Өйткені ол мемлекеттік біздің салықтан төленген ақшаға күн көріп отыр. Сондықтан да әр шенеулік мөлдір біздің былай алақанда ұстағандай болу керек деп есептеймін. Ал журналистер нақты сұрағын қоюға ешқандай да кедергі болмау керек. Украинада солай. Мысалы, шенеулік, иә, айлығы 10 000 гривен. Ол қызы оның жаңағы Испанияның бір жағалауында $1 миллион той жасады, иә. Ол бәрі ап-анық есептеледі, ол одан кейін көп отырмайды өз орнында. Ол жауап беруге тура келеді халықтың алдында. Жақсы. Жасырынып кеттегенде итте кетеді деп ешкім айтпайды. Жақсы. Мына Қазақстанда журналистика, жалпы баспасөз тендер арқылы қаржыландырады, яғни ақпарат министрлігі бөлген қаржыға байланысты жұмыс істейді. Украинада жалпы журналистика өзін өзі қаржыландыра ала ма? Жалпы қалай жұмыс істейді баспасөзі, бұқаралық ақпарат құралдары? Украинада Майдан кезінде журналистика өте қарқынмен алға секірді деп айтса болады. Өйткені
бәрібір қазір блогерлердің, журналистердің бір-бірімен бәсекелестік өте қатты, сондықтан да қоғамдық телевидение қатты дамыды, громадское телебачение дейді. Ол бізге енді келіп жатыр. Мысалы телефон арқылы түсірілген ақпараттарды дер кезінде тарату, қазақ тілінде тарату мені осы мәселе толғандырады. Біз енді жаңағы орыс тілді ақпараттық соғыстың да жүріп жатқан кезеңі, сондықтан да біз біреудің ақпаратын біреуге көшіріп отыратын уақыттан шықтық. Барлық ақпаратты тікелей, мысалы Украинада өзінің журналисті, Ресейде өзінің журналисті, солай ұстап отыруымыз керек деп есептеймін. Бұл бір жағынан мемлекеттің де назарында болу керек. Мысалы біздің мемлекеттік арналар әр елде өзінің тілшісін ұстап отыратындай. Бізде көбінесе орыс жағынан да алады да, итартас, мысалы өзінің көптеген орыс бұқаралық ақпаратынан. Бұл тұста мемлекеттік арналар өзінің журналистін ұстап отыру үшін қаржысын бөлу керек деп есептеймін. Бірақ мысалы бізде ірі жаңағы бизнесмендердің жеке телеканалы жоқ. Ал Украинада мысалы Порошенко болсын, өзінің жеке каналы болды, әлі де бар. Медведчук қазір бас Украинаның сатқындардың бірі деп есептеледі, оның өз каналы болды. Сондықтан біздің ірі бизнесмендер мысалы өзінің кеудесін халықты сүйеміз, ұлтты сүйеміз деп кеудесін ұрғанда сондай, бірақ медиа саласына аз көңіл бөледі. Менің ойымша мемлекеттік те арналарды қаржыландыру керек, мемлекетті арналарды қаржыландыру керек, және ірі осындай кәсіп иелері бір телеканал ұстап отырып, осындай журналистер арасындағы бәсекелестікті арттырса деген арманым бар. Бізде әзірше ондай жоқ. Бізде ірі ұсақты жаңағы заказ материалдар беріледі көбінесе, бірақ алпауыт арналардың бәсекелестігі аз. Ал Украинада ондайлар жақсы, олар жақсы дамыған. Украинада ақпарат министрлігі бар ма? Олар жалпы журналистиканы өзі қаржыландырып отыра ма? Біздегідей. Біз Украинада мысалы жоғарғы раданың өзінің несі бар, өзінің телеканалы бар. Тікелей мысалы жоғарғы радада не болып жатыр, барлығын өзі қаржыландырады, өзі тікелей ақпаратты беріп отырады. Мысалы журналистері сол жоғарғы раданың ішінде жүреді, кез келген депутат жазып, мысалы қандай заң талқыланды, нақты сол нағыз жоғарғы рададан халыққа беріп отырады ақпаратты. Бұл өте дұрыс деп есептеймін. Өйткені кез келген арна өзінің көрпесіне қарай көсілмей, нақты депутат не айтты, сол жоғарғы рададан отырып көре алады. Радиосы да бар. Ал мемлекеттік арналарға келетін болсақ, әрине қазір соғыстан кейін мемлекеттік арналар, мысалы ірі 20 арна болса, соғыста қай фронтта қандай жағдай болып жатыр. Қазір оларда 1 жыл болды, тікелей марафон сияқты бізде болады ғой, марафон, бірақ бұлардың марафоны ірі, қай өңірде қандай ғимарат қирады, қанша адам қайтыс болды. Мысалы кез келген қазір зеңбірек жарылатын болса, телевизорды қосып, жағдайдың қалай екенін біліп отыруға мүмкіншілік бар. Осы жағынан әрине соғыс басталғаннан кейін мемлекеттік арналардың тікелей ақпарат таратып отыратын мемлекеттік арналардың рөлі қатты артты. Өйткені Украинада көріп отыр, соғыс кезінде ақпараттық соғыстың алатын орны ерекше, сондықтан халық аннан-мынан ақпаратты іздеп отырмай, тікелей мемлекеттен де ақпаратты алып отыру керек. Жаңа мен айтқан қоғамдық арналардан да ақпарат беріліп отыру керек. Осы жағынан енді Украина сабақ алды, бұрыннан да сабақ болатын. Мысалы мен бітірген Шевченко атындағы университет, біз осы стратегиялық коммуникация бағытында оқуды бітірдік. Сол кезде біз орыс пропагандасының Украина қоғамына тигізіп отырған кесір жайлы сабақ оқыдық. Ал қазір шындығында келетін болсақ, енді әрине Украина тарапы мемлекеттік арналардың қандай ақпарат тарататынына, қай тілде тарататынына, қай өңірге тарататынына, қай жаққа қанша рет бәрін мықтап қолға алды. Дей тұрған мен, егер де сен Зеленскийден қатты сұхбат алғың келсе, оны ұйымдастыруға мүмкіншілік бар. Мысалы ертең де 24
ақпан оның ең ірі пресс-конференциясы өткізілейін деп жатыр. Мысалы, соған тіркеліп қатысуға болады, өз сұрағыңды қоюға болады. Тіпті Ресей арналары да Зеленскийден қатты сұхбат алғысы келсе, оны ала алады. Мысалы, өйткені ашық қоғам жауап береді. Жақсы. Рахмет. Жаңа сіз айттыңыз ғой, әртүрлі олигархтар баспасөз ұстап отырады, өзіне бұқаралық ақпарат құралдарын ұстап отырады деген. Енді ол демократиялық қоғам, елдегі демократиялық елде ол мүмкін. Ал біздегі секілді мемлекеттерде, мәселен, қандай да бір олигарх өзінің баспасөзін, бұқаралық ақпарат құралдарын ұстап отыратын болса, ол және еркін форматта жұмыс істейтін болса, оған жалпы қысым болады, әртүрлі бизнесін тартып алады, жоқ болады деген секілді. Осы мәселе бар. Оны өзіңіз де жақсы түсінесіз. Сонда мына мемлекет тарапынан арнайы тендер беру деген нәрсе түсінік жоқ болып тұр ғой, ол да Украинада. Ондай тендер, аутсорсинг деген мәселе мен де аса құптамаймын. Өйткені бәрібір қадағалап отыру, мысалы, кез келген кезде сенің лицензияңды тартып алу, біз бәрібір мемлекетке жалтақтап отырған қоғамбыз ғой. Мемлекетке жалтақтамай, өзіміздің жаңалығымызды жасап, өзіміздің арамыздағы бәсекелестікті арттыру үшін осындай қоғамдық телеарналарға да көп орын беру керек, және оны бақылауда тікелей толығымен мемлекеттің құзырына өткізуге тыйым салу демеймін, бәрібір бәсекелестікті арттыру үшін, журналистиканың жан-жақтығын дамыту үшін осындай саланы қадағалауды, мемлекет тарапынан қадағалауды азайту керек деп есептеймін. Бірақ мемлекеттік тілдегі ақпараттарды, мысалы, мемлекет тек бақылау болса, ол тілдік мәселеде, саяси мәселеде, бірақ толығымен бақылау емес. Сепаратистік арналардың да жұмысы қазіргі Украинадағы соғысты жасады деп ойлаймын. Өйткені бәрібір қадағалау болу керек. Мысалы, Донецк, Луганск өңірінде қазір телевидение орыстардың қарамағында өтті. Ол жақтағы халықтың пікірі басқа. Олар кәдімгідей Ресей әскерін, әсіресе Ресей аумағына жақын шекарадағы аймақтар, оларға Украинадағы жаңалықтар берілмейді. Бірақ Украина жеңіліп жатыр, әне-міне біз кіреміз, біз орыс жаңағы әлемін жақтаушылармыз, Киевте отырған нацистер деп құйып жатыр. Мысалы, қазір Бахмутта көп украиналықтарға еріктілер тамағын әкеп, Украина тарапынан еріктілер жылы киімін әкеп, сөйтіп көмектесіп жатса, кейбір жанұялар таңғалады. Бізге деген телевидение 8 жыл бойы Киевте нацисттер деп отыр, нацисттер айтты деді, ал сіздер нацистке ұқсамайсыздар, сіздер бізге тамақ әкеп жатсыздар. Еріктілер айтады, телевизорда аз көру керек, ешқандай да нацист жоқ, сіздерді үркітіп қорқытқан. Ал кім қорқытты? Теледидар, радио. Мен сізбен қаңтарда сөйлесіп, сұхбат алуға шақырған кезде сіз сурет жібердіңіз, көлігіңіздің терезесі сынғанын, сындырған. Бұл шабуыл ма, бұл сізге кім бұны жасады? Сол туралы білуге бола ма? Қазір енді журналистерге шабуыл деген сәнді тема болып кетті деп сынаушылар көбеюі мүмкін комментарийда, бірақ көлігіме бір емес 3 рет шабуыл жасалды. Оның терезесі сынды, көлігімнен ешқандай бір рет бағалы заттар ұрланды, екіншісінде бір ақпараттар ізделді. Бәрібір де қазақ тілді журналистердің қазір қаламға алынған дейді ғой, көп ашық айтылатын журналистерді қорқыту емес, мүмкін қорқыту, бір үрдісі басталған сияқты. Өйткені біз бәрібір соғысқа дейін, Украина тарапынан, Украинада басталған соғысқа дейін мен де ойымды ашық айтудан қорқатын едім, шыны керек. Қазір өз пайымды жасап үлгердім. Біз қорқып әбден үріккен қоғам емес, керісінше проблемамызды ашық айтатын журналистерге айналуымыз керек деп есептеймін. Өйткені біздің осылай көп нәрсені, көп ақпаратты бұрып қалатынымыз Украинадағыдай алапатты
әкелмесе де соған жақындатуы мүмкін деп ойлаймын. Сондықтан көлігіме шабуыл жасалды, мен мұны қорқыту мен сабақтастырамын. Өйткені соңғы кезде менің Инстаграм парақшамда да соғыс жайлы көп мәліметтер айтылды. Мен оны ойдан құраған жоқпын. Өзім көрген, өзім білген Украинада болған жайтты айттым, жазып жүрмін. Қорқыту болған шығар, болады да, ертең менің фильм шыққаннан кейін де ол жақта өте көп ақпарат бар, өте көп айтылмау тиіс ақпараттар жинақталған. Бірақ мен Қазақстанда емеспін, Украинада. Украина азат ел, сондықтан менің қазақ тіліндегі ақпараттарды еркін айтуға мүмкіндігімді ешкім тартып ала алмайды деп ой түйемін. Осындай бір сізге емес. сұрағыңызға да рахмет. Өйткені біз бәрібір ары қарай да шындықты жасып бүгіп отырғанмен барлық әлем журналистері жазып жатыр. Біздің Facebook парақшамызда да бұл біздің соғыс емес, бізден соғыс аулақ болсын, біздің қазақ қоғамы ешқай елге де беріспейді, ешқай елге де болыспайды, біз өзіміз мынандай пікірді алып отырмыз, ешқай елге де бүйрегіміз бұрып тұрған жоқ. Осындай саясаттан мен осындай саясат мені алаңдатады. Өйткені біз бәрібір Украинадан сабақ алуымыз керек. Біз бәрібір, әсіресе журналистика, біз бәрібір өзіміздің ақпаратымызды жасауымыз керек. Өйткені орыстар өзінің бір тілде, бір дінде сөйлеп отырған бауырын қырып салғанда өте қиын. Беларусьтың да мәселесі өте қиын болып тұр. Сұрақты нақтылап алайыншы жауапты. Мәселен, сіз Украина тарапында Украинаның мүддесіне жұмыс істеп жүрсіз, солай ғой? Ал егер сіздің көлігіңізге сонда ресейлік күштер шабуыл жасап отыр ма сонда? Менің көлігімде украиналық номер. Мен Европада, бұл шабуылдың бәрі Европада жасалғанын айтып өткім келеді, Европаның қалаларында. Маған жергілікті полиция қазір украиналық номерлерге Ресей тарапы, Ресейдің азаматтары осындай қастандық жасап кетеді. Өйткені соңғы кезде арыз берушілердің ішінде осындай көлігі, әсіресе украиналық номері бар көліктерге жарып кетеді, жанып кетеді, дөңгелегін шағып кетеді, дөңгелегін түсіріп терезелерін шағып кетеді. Осындай ақпараттар бар екенін растады. Өйткені шетелдегі, әсіресе Европадағы ресейлер, олардың карточкалары бұғлақталып жатыр, қаншама санкциялар жасалып жатыр. Олар өзінің Путиніне емес, мысалы, олар Украинаға ренжиді. Мен осы мәселе менің саныма түсіне алмаймын осындай мәселені. Олар өзінің мемлекетінен осыны талап етпейді, олар керісінше жаңағы Украина бәріне кінәлі Украина деп ойлайды. Енді мен украиналық нөмір ішіндегі қазақ қызы, мүмкін мен енді ұрыны, көлігімді шаққан адамды тікелей ұстап алмағаннан кейін мен нақты біреуге айта алмаймын. Бірақ қазір Европада осындай украиналық номерлерге шабуыл артқанын енді атап өткім келеді. Оны жергілікті полиция айтты. Көлігіңіздің терезесін Киевте сындырды ма, жоқ Европада сындырды ма? Европада сындырды. Нақты қай жерде? Амстердамда 2 рет, Испанияда 1 рет. Жақсы. Күні кеше Украинаға ақш президенті Джо Байден келіп, өзінің қолдауын білдіріп кетті. Жалпы ақш президентінің келуі Украинаға қалай әсер етті? Халқына, билігіне, жалпы не сезінді халық? Украинаның президенті соғыстың алғашқы күнінен ақ Украинаға барынша мүмкіндігінше енді батыс қазір көмектесіп жатыр ғой, қаруымен болсын, сөзімен болсын. Бұл бір керемет үрдіс, масқара бір жаңалық деп қабылдаған емес. Әлемнің 50-ден астам мемлекеті қазір Украинаға көмектесіп жатыр. Бұл соғыстың 1 жылдығына қарсы осы ақш президентінің келуі осындай қолдаудың тағы бір мықты көрінісі ретінде қабылдады.
оны керісі мысалы орыстың бақ құралдары қожайын келді деп қанша мысқылдап жазғанымен, бұл Украина қоғамы қалыпты дүниеге, қалыпты нәрсе. Тек қана Джо Байден емес, одан кейін Испанияның үкімет жетекшісі келді. Заманауи Европаның, батыстың мемлекет басшылары Украинаға келуді соғыстың алғашқы күнінен ақ әдетке айналдырған. Есіңізде болса, жоғарғы комиссары да Европаның қаншама президент, актерлер, ең мықты танымал актерлер келіп жатыр. Ол қалыпты үрдіске айналған нәрсе. ақш президентінің келуі, оның сөзін тыңдаған болсаңыз, Украина азат ел, жаңа сіз маған сұрақ қойған сияқты, орыстар 3 күнде аламыз деген Украина әлі де тұра береді, азат ел екенін айтты, тағы да бір атап өтті. Қолдаудың болатынын атап өтті. Одан кейін 700-ге жуық танк берілетінін айтты, қаншама қаржылай қолдау. Сондықтан да Джо Байденнің сөзімен толығымен келісемін. Украина азат ел болады, бола береді, болған. Жақсы. 4 минуттай уақытымыз бар. Қысқа нұсқа 1-2 сұрағымды қойып үлгерейін. Соңғы кезде Украинаның экс-президенті Порошенко көрінбей кетті бұқаралық ақпарат құралдарынан. Жалпы экс-президент қайда? Жалпы ол кісінің елдегі беделі бұрынғыдай емес па? Порошенко көрінбей кеткен жоқ. Өзінің Инстаграм парақшасына кірсеңіздер, күнделікті әскериге қанша көмек беріліп жатқанын, қанша қолдау көрсетіп жатқанын айтады. Ол өзі қазір елде жүр. Беделі, ең мықты бедел қазір Зеленскийде. Өйткені Зеленский қашып кеткен жоқ, Янукович сияқты. Зеленский өз елінде, кішкентай болса да, Украинаның қандай мықты бір азаматына айналды. Менің достарым, оған мысалы украиналық достарым, Зеленский сайлана салған кезде жаңағы сенбеушілік, бір сайқы мазақ деп, бір осындай мазақтаушылық болған. Қазір ондай достарым аз, өйткені Зеленский мен Украина азаттық бәрі бір ұғым болып тұр қазір. Сондықтан көптеген украиналық керісінше осындай президенттің бар екеніне мақтанады. Жақсы. Мына ақпарат құралдарында байқасақ, әлі мына соғыстың 1 жылдығына байланысты Ресей тарапынан да, жалпы мына Украина тарапынан да шабуылдар болатыны айтылады. Мәселен, Украина жалпы мына осы соғысты биыл аяқтайтындығын айтып жатыр. Алдағы Украина қоғамында қазір нақты не айтылып жатыр? Жалпы жерін азат етуге бастала ма, мәселен, нақты күштер? Менің де ойым соға, өйткені Украина осы 1 жылға созылмау керек, келе соғыстың аяғы жақын деп ойлаймын. Өйткені қару бар, Украинаның көптеген жаңағы армиясы Лондонда мықты курстарын бітіріп, елге келіп, жаңағы мықты жауынгерлік күшін танытады. Сондықтан соғыстың аяғы жақын деп ойлаймын, оған сенемін. Өйткені қару да бар. Украинаның миллионға жуық адам қазір Украина жерін қорғап жатыр. Украина ресми билігі ешқандай Ресейге шабуыл жасамайтынын мәлімдеді, өз жерін қайтарып алғысы келеді, болды. Ал Қырым мәселесіне жөнінде сұрақ қоятын болсаңыз, Қырымды қайтару жағынан Украинаның дәмесі және әлеуеті де бар. Ең қиыны енді Украинада, Қырымда бейбіт халық көп қой. Ал соғыстың кесірі ең алдымен бейбіт халыққа тиеді. Әрине, бұл өте қиын сұрақ. Сондықтан Украина Қырымды қайтара ма, ол бөлек әңгіме, соғыс аяқтала ма, ол бөлек әңгіме. Бір байқағаным, Джо Байден кезінде Зеленскийдің көңіл күйі болған жоқ. Сондықтан мүмкін, менің өзімнің пайымым бойынша, енді жақын күндері екі мемлекет, қандай қиын болса да, екі мемлекет бір келісімге келуі керек. Мүмкін Джо Байден Зеленскийге айтқан шығар, келісімге кел, үстелге отыр деп. Бұл менің пайымым. Мен енді Украинаның ресми ақпараты емес, өзімнің жеке пайымым. Сондықтан менің ойымша мүмкін екі мемлекет енді
бір келісімге келу керек. Бұл жерде енді ротация мәселесі. Ресей жеңілгенін мойындай ма, мойындамай ма, ол екінші сұрақ. Және жақсы. қаншама шығынға батты Украина. Оны төлей ма, Ресей төлемей ме, ол тағы екінші сұрақ, екінші мәселе. Жақсы. Аида ханым, бізге межелеген уақытымыз аяқталды. Құрметті көрермендер, егер сіздерге біздің сұхбатымыз ұнаса, каналға жазылып қоңырау түймесін басуды ұмытпаңыздар. Менің де Аида, каналыма жазылыңыздар. иә, несін белгілеп қояйық. Әрине. Өзіңізге, иә, Аида, уақыт тауып сұхбат бергеніңізге көптен көп рахмет. Аман сау болыңыз. Жақсы, Жақсы. сізде рахмет.